Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздерге брауни тортының жаңа рецептісімен бөліскім келеді. Өте дәмді әрі ортасы влажный болып келетін, жегенде өте ерекше дәмі бар брауни тортын менің рецептіммен жасап көруге кеңес беремін. Видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар. Ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы сары майымызды салып аламыз. Үстіне шоколадымызды қосамыз. Менде Қазақстан шоколады. Келесі кезекте черный кофемізді құямыз. Енді водяной баняда немесе микроволновкеде 2-3 минутқа қоямыз. Міне шоколадтарымыз еріді, видеода көріп тұрғандарыңыздай. Қатты ысып, қайнап кетпеуі керек, күйіп кетпеуін бақылаңыздар. Енді жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте ыдысымызға 1 стакан қантымызды қосамыз. Жаңағы ерітілген шоколадымызды құйып, жақсылап араластырамыз, қант ерігенше. Жақсылап араластырып қантымыз ерігеннен кейін 2 жұмыртқамызды бір-бір талдан араластыра отырып қосамыз. Енді ұнымызбен какаомызды қосып араластырамыз. Көбірек араластырудың қажеті жоқ. Миксерді де пайдаланбаймыз, түйіршік қалмауы керек. Көп араластырмаймыз. Міне біздің тестамыз дайын болып шықты. Қатты сұйық та емес, қою да емес, қоймалжың қалыпта болуы керек. Енді мен пергамент қағазын төсеп, кальцомды үстіне қойдым. Сіздерде қандай форма бар, соған тестамызды құямыз. Енді қызып тұрған пеште 150 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Міне біздің брауниіміз дайын болып шықты. Өте дәмді әрі влажный, жеген кезде ерекше дәмі бар. Менің рецептіммен жасап көруге кеңес беремін. Міне кеткен кезде видеода көріп тұрғандай, ортасы өте влажный, оригинал рецепт. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Сіздермен бірге болған Жанат. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.